Асыл апай, қош келдіңіз. Біздің арнамызға сұхбат беруге келгеніңізге үлкен рахмет айтамын. Мен де рахмет өздеріңе шақырғандарыңа. Енді қазақтың тіліне, қазақы тәрбиеге, қазақы дәстүрге, кейбір қазақтарға қарағанда сіздің көбірек жаныңыз ашиды. Бұның сыры неде? Мені қазақта сыйдың жақсы, шөптің жақсы селеу, сыйдың жақсы елеу, елеп ескеріп, шақырып, сөйтіп ой бөлісуге еткендеріңе, сіздерге де ерекше рахметімді айтамын. Ал енді қойған сұрағыңызға келсеңіздер, журналистер осылай көп сұрақ қояды. Ал шын мәнінде келгенде, мен өз басым Абайдың әрбір сөзін, қазақтың әрбір сөзін өзіме пір тұтамын, бой тұмарымда етемін. Абай айтқан, дүниеге адам болып келгеннен кейін адам болып қалу керек дейді. Ал мен енді сонша жерден жер аударылып келгенде, қазақ мені қалай қарсы алды? Қазақ мені қалай мейірімменен қайырымдылық жасап бауырына басты? Оның үстіне мен қаймағы бұзылмаған, тегін әдетін, ғұрпын, салтын керемет сақтайтын оңтүстікте өссем, енді мен де адам баласымын ғой. Менде де бір қайтарым болу керек қой. Сол қайтарымым деп өзім солай ойлаймын да, содан кейін қазақтағы адами асыл қасиет, қазақ артта қалғанды ілгері сүйрейді. Жығылып бара жатқанға сүйеу болады, жығылғанды тұрғызады. Менің елімде Құдайға шүкір бәрі де бар, достығымыз да бар, ынтымағымыз да бар, бірлігіміз де бар, сыйластығымыз да бар. Бірақ Қазақстанда өз тоғырына қона алмай кемшін тартып келіп жатқан мемлекеттің тілі ол қазақтың тілі. Қазақтың тілі себебі осы топырақтың иесі де киесі де, байтақ даланың иесі де киесі де қазақ болғаннан кейін қазақтың тілі мемлекеттік тіл. Сондықтан мен мемлекеттің тілі баршамызға ортақ. Бірақ мен тілші ретінде мені қазақ өсірді, оқытты, бақты, қақты, осы дәрежеге жеткізгенде менде де бір қайтарым болу керек. Артта қалған дүниесін ілгері қалай жылжытуға, өзінің тұғырына қондыруға, сол үшін ғана тіліне де, әдебиетіне де, мәдениетіне де, салтына да, дәстүріне де ерекше көңіл бөліп, өзінің дәрежесінде болса екен деймін. Сол үшін ғана менің жеке басым үшін еш нәрсенің де керек жоқ. Мен елім үшін, халқым үшін, қазақ деген даласындай дархандығы бар, тектілігінен бабасынан жарған, сол тектілік қазақ енді сынықтан басқаның бәрі жұққан дейді. Мен де соны, қазақ егер менің жартыны жарып, бүтінді бөліп, өстіп жеп, осындай дәрежеге жеткізсе, көрінген жерде бауырына басып, өзінің перзентіндей көрсе, көрген жерде құшақтап, маңдайымнан иіскейді, арқамнан қағады, басымнан сипайды. Мен қазаққа немен берем? Мен еш болмаса осы бір рухани дүниесі, жан дүниесі, анаусы емес, мынаусы емес, тіл деген ұлттың жаны, рухының үні, ең құнды дүниесінің алтын қоймасы. Тіл ұлтты ұлт етіп көрсететіндіктен менің сізде жұмыр басты пендесіз, менде жұмыр басты пендемін. Біреуді Әзірбайжан, біреуді орыс, біреуді шешен, біреуді қазақ етіп отырған оның тілі ғана. Әйтпесе жаратылымыз бәрімізде бір жұмыр басты пендеміз. Сол үшін мен елімнің осындай бір жақсылығын, мейірімділігін, қайырымдылығын, кісіні жатсынбайтындығына соған байланысты менде қайтарым болсын деп, сол артта қалып жатқан дүниесін ілгері сүйреп, өзінің тұғырына қонса екен деймін. Оның үстіне менен тілші мамамын ғой. Қазақтың жан дүниесін тіл арқылы бәрін ұғамын, түсінемін. Сол жан дүниесін ішкі болмысына бойлай аламын. Сол үшін ғана артта қалған дүниемін өзінің ілгері қалай жылжысын, тұғырына қонсын. Қазақтың тілі басқа елде де, жерде де қолданбайды. Қазақтың тілі мемлекет үшін керек, қазақ үшін керек. Қазақ тіліменен ғана өзінің ұлт болып сақталады. Рух туралы әңгіме айтылады да осы күні. Алтай мен батысты алып жатқан кең байтақ далаға иелік еткен қайсар қазақтың ұрпағының рухы әлсіреп кеткен рас па? Рас. Өйткені қазақ тумысынан таза, харамдықтан ада, қиянаттан шет атасын жетік білетін, ешкімге бас имейтін, тиіспейтін, тиіскенге бас имейтін қайсарлығы бар.
Міне қазақ мына байтақ даланы қаншама жанын берген, қаншама қанын төккен, бірақ сол байтақ дала тұлпар шапса тұяғы мұқалатын, сұңқар ұшса қанаты талатын, мына байтақ даланы аман алып қалып, ұрпағына аманаттап қалдырып отыр. Енді осы ұрпағы шын, егер сол ата бабасының бойындағы рух күшті болатын болса, онда мына мен қазақтың жерінің сүйем жері сүйкімді, қадам жері қасиетті, бір уыс топырағы мен үшін киелі. Ал неге менің қазағым ата бабасынан қалған осы байтақ жерді солай сезінбейді? Өйткені бүгінгі қазағымның бәріне топырақ шашпаймын, бірақ арасымызда көпші отанға, еліне, жеріне, ұлтына деген сүйіспеншілік, патриоттық сезім аз. Ал оның бәрі неден тұрады? Оның бәрі рухтан тұрады. Ал сіздің бойыңызға қалыптастыратын рухты не қалыптастырады? Рухты мына көңіліміздегі сөзбенен, таңдайдағы тіліңіз арқылы, тәрбие арқылы баланың бойына сіңесін. Ал ол үшін сіз балаңызды ана бесіктен бастап, бесіктің жыры менен, ананың ақ сүті менен, әжелердің әлдейі менен балаңыздың ұлттың бойындағы тұла бойына біткен адами асыл қасиетті, сол қазақтың бойындағы адами асыл қасиетті балаңыздың бойыңызға сіңдіруіңіз керек. Сонда ғана рух болады. Мына түріктер балаларын әскерге аттандырғанда естуім жаным. Мына кебінді жаназасын шығарып, кебінді қолтығына қыстырып береді екен. Ал ол көрдің бе? Елін, жерін сүйген ол патриоттық сезім. А бүгінгі баламыздың бойында рух бар ма? Әскерден қашады. Менің бала кезімдегі қыздар, егер әскерге барып келген жігіт болмаса, оған онша тұрмысқа шығуды қолдамайтын. Ол неден? Ол ұлттық рухтан. Ол неден? Ол тәрбиеден. Ол сол тәрбие арқылы ғана баланың бойына рухты дарыта аласыз. Оны неменен? Сіздің көмейдегі сөзіңізбенен, таңдайдағы тіліңізбенен. Тағы енді осыған келгенде менің айтатыным, өлді бәрі өлмеген көмейдегі сөзбенен, таңдайдағы тіл ғана. Ана деген сөзге тілі келмеген, ана болып жарытпайды ол балаң. Ақынның осындай керемет жақсы сөздері бар. Мен айтам, тас мұқалып құм болады, темір тозады, адам өмірден озады, әдебиетіңізді де, мәдениетіңізді де, ненің барлығын, тарихты да арғарай жеткізетін көмейдегі сөзбенен, таңдайдағы тіл ғана. Енді сол тіліңіз арқылы сіз өзіңіздің ұлтыңыздың бойындағы сондай қайсарлықты, қайтпастықты, ешкімді жатсынбайтындығы, бөлмейтіндігін, жармайтындығын, елін жерін сүйетіндігін, бір қарыс жерге бола, ана мөңкелерді неге біз жастарымызға мысал келтіріп айтпаймыз? Қытай менен тіпті айтысқанда, бәрінде бергенде, жерге келгенде жерменке емес, ол халықтікі деген. Міне осы біздің балаларымыздың бойында қазіргі ұлттық рухтың кем тартып жатқаны сол тәрбиеміздің болманы. Бәріне торпа шашпаймын, бірақ тәрбиені бұрыннан да айтып келе жатырмын. Білім әлемдік болу керек, тәрбие ұлттық болу керек. Қазақтың тілі қазаққа ғана керек екенін айтқызбай түсінетін санаға қашан жетеміз? Енді санаға жеткізу үшін сіз осы тіл ұлтыңыздың жаны, сені қазақ етіп ұстап тұрған осы тілің ғана. Тілің болмаса сен қазақ болмайсың, адам ғана боласың, адам болып есептелесің, бірақ қай ұлттан? Қазіргі біздің жаңағы айтқан патриоттық сезіміміздің өзі баланың бойы осы тілді жөнді білмегендіктен баланың бойында рух жоқ, тәрбие арқылы жеткізілмей тұрмыз. Шын мәнінде келгенде өзі бұрында да айтылып кеткен. Қазақтың ақын жазушыларының барлығы тіл туралы айтып кеткен. Мағжанның айтқаны бар, ата бабамыздан қалған осы баба тілі ғана ғой деп соны айтқан. Неге біз балаларымызға осыны айтып жеткізбейміз? Біз балаларға айтып жеткізбейміз, содан тілді білмегендіктен ол өзінің ұлтынан бойлай алмай тұр, ұлттың жан ұғын түсініп тұрған жоқ. Ал бұның өзінің дәрежесіне жеткізу үшін тек қана бізге тілдің қажеттілігін арттыруымыз керек, тілге талап болу керек, тілге сұраныс болу керек. Сонда ғана ниет, ықылас пайда болады жаным. Қазақ малымды алсаң ал, ниетімді алма деген. Қазіргі бізде ондай мемлекеттің тілі, қазақтың тілі, сол тілге ниетті болмай отырмыз. Сіз балаңызды шетелге оқуға жібересіз.
ең қиын тіл хинди тілі менен Қытайдың тілі. Балаңыз бірақ жылда меңгереді. Не үшін меңгереді? Меңгереді. Сол жерде қажеттілік қой. Қажеттілік. Вот ең негізгі қажеттілік. Онан кейін бала ойлайды, мен мынаны оқымасам, ертең ары қарай оқи алмаймын. Мынаны меңгермесем, ертең әке-шешемнің бетіне мен қалай қараймын, еліме қараймын деген. Онан кейін ол жерде сұраныс бар, талап бар. Содан ниет пайда болады. Міне ең негізгі қажет. Менің елімде не қажеттілігін арттырмаймыз, не талап қоймаймыз, не сұраныс жоқ. Сондықтан да осындай нәрселер болып жатқаны міне содан. Өмір менің осыны мысал келтіріп айтам, бірақ ұғып жатқан не жоқ. Мен айтып шырылдағанда өзім үшін еш нәрсенің де керегі жоқ, елім үшін. Бірақ осы ел, гүлденген ел, қазақ деген, ал қазақтың тілінің байлығында, шайлығында, құнарлығында, құттылығында ешкім ондай ненің сезіп, ешкім деп айта алмаймын. Енді сезбей жатыр. Сезетін болса, шын мәнінде келгенде осы қазақтың тілі бай да, таза да, шұрайлы да, ең құнды тіл деген болар едім. Қай түркі тілдес халықта 10 томдық түсіндірме сөздік бар. Бұл кеңес үкіметінің кезіндегі шығарылған 10 томдық түсіндірме сөздік. Енді одан кейін 15 том шығарып ондай. Ал соның қадірін біліп жатқан бар ма? Ол кездің өзінде түгел толық емес етін. Оны кейін толтырамыз ба дегенде, оның кейін мына басқа шығады. Сенен кейін қазақтың айтам мен араб тілі басты тіл, парсы тілі тәтті тіл, түріктің тілі өнерлі тіл. Сол өнерлі тілдің ішіндегі ең таза сақталған, ең шұрайлысы, ең құндысы, ең тазасы осы қазақтың тілі. Сіздер қазақтың мына байтақ даласы қанша кең болса, бірақ соның қай бұрышына барсаңыз да қазақша сөйлеген кезде бір-біріңізбен ұғасыз, түсінесіз. Ал мен сонда қазақтың тілінің тазалығы осыдан ақ белгілі. Тіпті басқаны былай қойғанда Алақандай Әзербайжанның өзінде диалекті басым. Ал бұны қазақтың міне тілінің. Сонан кейінгі кім? Абай ақындардың ішіндегі адамзаттың бәрін сүйдеп қай ақын айтқан жаным? Сол қазақтың кеңдігі менен, осындай тілінің өткір құнарлығы менен қазақ сияқты сөздің қадірін біліп, сөзге тоқтаған бірде-бір ұлт бар деп айта алмаймын. Қазақ сөздің де қадірін білген, бір сөзге бола тоқтаған да, бір сөзбенен жауды да тоқтата білген. Міне сөздің құдіреттілігі. Ал құдірет деген сөз тек Аллаға ғана қолданылады. Аллаға ғана қолданылады. Бірақ мен қазақтың сөзі құдіретті деймін, өйткені Алланың да адам баласына тартқан сый тілі бар. Ал сол егер тіл ұлттың жаны болатын болса, ал тілдің жаны сөз, олай болатын болса, сөз құдірет, сөз тас жүректі де жібітеді. Толстойдың керемет жақсы сөзі бар. Барлық келеңсіздікті түсінісу арқылы ғана шешуге болады, жеңуге болады деген. Енді олай болатын болса, сіз немен түсінісесіз? Тіліңізбен түсінісесіз, сөз арқылы. Міне тілдің қаншалықты құдіретті екендігін осыдан ақ білуге болады. Сондықтан тілге ерекше мән беруіміз керек, немқұрайды қарамаймыз керек. Біз әлде де мен ашынатыным 30 жылдан асып кетті. Мемлекеттің тілі әлі өзінің тұғырына қонып, өз дәрежесінде болмай тұрғаны мені ашындырады жаным. Мен әйтпесе ол ешкімге де қарсылығым да жоқ, ешкімге жаулығым да жоқ. Мен тек елімнің достығы, бірлігіміз сол мықты болса. Бірақ ана тілі бар, мемлекеттің тілі бар. Ана тілі әркімнің өз үшін керек. Мемлекеттің тілі мемлекетті үйістірушы фактор. Анау 2006 жылы, 2012 жылдары Қазақстан Халық Ассамблеясының сессиясында тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осыны айтқан. Қазақ тілі үйістірушы фактор деген. Бәріміз күш салайық дейді. Айтуға бармыз, бірақ айтқан сөзімізбенен ісіміз үйлеспейді бізде. Сол ғана жаман. Ал айтылған сөзбенен ісімізді үйлестірсек, міне сонда жүйелі сөз жүйесін табады, жүйесіз сөз иесін табады. Сол иесін тауып, біздің тіліміз әлі өзінің тұғырына қона алмай отыр. Бірақ құрғақ шөппен мен ауыз сүртпеймін. Құдайға шүкір, бұрынғыға қарағанда қазір қазақтың арасында талпыныс та бар. Өзге ұлттың өкілдерінің көңіл бөлуі де бар.
мен оған қанағаттанбаймын, өйткені қанша жылдан бері қазақтың тілі басқа елде қолданбайды, тек Қазақстанда ғана қолданады. Сондықтан қазақтың тілі осы уақытқа шейін өзінің тұғырына қону керек еді. Біз әлі қондырамай отырмыз. Әлде де біз немқұрайды қараймыз. Неге бір жиын бір нәрседе болса, ненің келетінде бастаймыз да ары қарай тастап кетеміз. Енді бұрынғыдай емес, бірақ оғанда қанағаттанбаймын. Ел болғаннан кейін басқа елменен қалай біз теңесеміз, егер біздің тіліміз осылай жарымай тұрса. Баяғыда бұрын бір ненің саяхатшы келіп, мен 44 мемлекетте болдым, бірде-бір мемлекетте көрген жоқпын, дәл қазақтың елінде өз мемлекетінің тілін қолданбайтын деп айтып кеткен. Сол жақсы ма? Мен тілші ретінде ондайларды естіген, маған өте ауыр, содан кейін барып осылай айтып жүргенім сол үшін ғана. Сондықтан бұны тілді мен анасыз өстім. Мен қазақ қазақ ауылында өстім. 6 баламыз. Әкеміз үйленбей, бізді бақты, өсірді. Сонда бізге әкем айтатын, далада қазақша сөйлеңдер, үйде әзірбайжанша сөйлеңдер. Ол енді қазақ тілін жек көргендіктен айтып отырған жоқ. Ол айтады, біздің үйге де келім кетім болады. Өнен кейін ел мені кінәлайды. Балаңыз анасыз өсіп жатқан балаларға жөнді тәрбие бермеген деп. Мен осы күнде ашынамда қазағымның өзін айтам. Өз елінде, өз жерінде тұрып, өз отбасында неге қазақша сөйлемейміз? Жаным, біз бұрын мынандай бір дастарханда барлығымыз қолымызды салып, сөйтіп дастарханның басында қазір жиналып отырмаймыз біз. Дастарханның басындағы әңгімені тыңдамаймыз. Әркім өзінің бір телефонмен ғана, міне осының тәрбиенің жоқтығынан, талаптың жоқтығынан осындай жағдай жүр. Анасыз өскен біздер, сол үнінген адам отбасында, ең ұстаздың да ұстазы барлығы отбасынан басталады. Сондықтан мен аналарымызға, қыздарымызға, келіндерімізге қоятын ең негізгі өтінішім, өткенге салауат дейік, енді отбасымызда өзіміздің ана тілімізде сөйлейік, тірлігімізді жасайық, әдетімізді, ғұрпымызды, салтымызды, ата бабамыздан келген әдет, ғұрп, салтымызды сақтайық, құндылықтарымызға ерекше көңіл бөліп, ұрпағымыздан ұрпағымызға жалғастырайық дегенде айтқан болар еді. Адами асыл қасиетті балаңыздың бойына сіңдіре алмай тұрсыз, айта алмай тұрсыз, тәрбие бере алмай тұрсыз. Тәрбие болу керек. Ол тәрбие талапты болу керек, қатаң болу керек. Біз кішкене бетіменен қой беріп жібердік. Қазір балаңызды сіз тәрбиелеп отырған жоқсыз. Балаңыздана телефон тәрбиеледі. Жоқ, бүткіл отбасына мен топырақ шашпаймын, жаным, ондайлар бар. Мысалы, Ақселеу Сейдімбеков марқұм кезінде дастарханда отырғанда балалары егер орысша сөйлеп қалатын болса, бар аузыңды шайып кел дейді екен. Көрдіңіз ба? Ол тәрбие ғой, ол тәртіп қой. Міне осы солай арқылы балаларының бәрі, мына кешегі марқұм Мағауиндер сонша 6 баланың да бәрілігі қазақша. Неден? Отбасынан. Отбасында сіздің ата бабаңыздан келе жатқан ұлттық тәрбиені беруіміз керек. Сонда ғана сол баланың бойына, ұлттың бойындағы адами асыл қасиет дары талыптасады. Сөненген отбасы, орта адам тәрбиеледі. Далаға шыққаннан кейін өзінің ортасында. Ama біздікі ананың көңілі, бізге қазақта, менің қазағымда шындығына келгенде көңілшектік басым. Кісінің көңіліне қарайды, өз көңіліне қарамайды. А кісі бетін аяған, өз бетінше қандай болады. Қазір біз тілдік жағынан келгенде, шын мәнінде біз өзге мемлекеттердің алдында ұяттымыз. Халқымыздың алдында ұяттымыз. Сіздің барлық қаншама ұлттың өкілін бауырына басқан қазақ өзге ұлттың бірде-біреу әдетінде, ғұрпында, салтында, тілінде ұмытқан жоқ. Отбасында сол тілде сөйлейді, жаңа менің әкем сияқты. Ал былай шыққаннан кейін далада қазақша сөйлейді. Ал неге менің қазағым өз елінде, өз жерінде тұрып, өзгеге қарайды, өзінің әдет, ғұрп, салтынан ажырап отыр. А қазақтың әдеті, ғұрпы, салты, кішілігі ешқайсы мені салыстыруға келмейді. Ата дәстүр дегеніміз бар, салт дәстүр дегеніміз бар. Ал сол ата дәстүріміздің кімде бар? Қазақтың ата дәстүрі. Қазақ тумысынан таза, арамдықтан ада, қиянаттан шет, ешкімді бөлмейтін, жармайтын, жет атасын жетік білетін, қаны да, жәні де таза, болмысы бөлек,
жаратылысы бөлек жандарда ғана кездесетін, жасандылығы жоқ, адами асыл қасиет тұла бойында тұнып тұрған ұлт осы қазақ десем мен сондай. Ал қазақтың өзінің атауының өзі атаулы жұрттың ауданды ұлттың қасиетті атауы. Осыны біле білу керек. Ол үшін біз ұрпағымызға айтып жеткізуіміз керек. Біз өзгенің көңіліне қарамаймыз, өзіміздің көңілімізге қарамаймыз. Әлде де болса бізде жалтақтық басым, өзгенің көңіліне қарау басым. Ол қарама демеймін, дүниеде сыйластықтан артық ешнәрсе жоқ. Бірақ дегенменен мына мемлекеттің иесі киесі болғаннан кейін оның өзінің де басымдығы болу керек дегенді айтқан болар едім. Осы елде тұрсың ба, осы елдің топырағын басып жүрсің ба, суын ішіп жүрсің ба, ауасын жұтып жүрсің ба, өніп өстің ба, сондықтан сен осы тұрған еліңнің тілін білу керек деген бірінші орынға қою керек дегенді айтамын. Қазір біздің сіздер көңілдеріңізге келмесін жаным. Қазіргі мен телевизордан, Абай ТВ-дан басқасынан онша жақсылықты көріп жүрген жоқпын. Көрсетпеу керек. Сіздің балаңыз сіздің айтқаныңызды істемейді, бірақ сіздің істегеніңізді істейді. Сенен кейін келеді жаңағыдай келеңсіздіктерді, жайсыздық нәрселерді көрсеткеннен кейін бала, ең ақыры мына балаға мен пистолет мынау деген ойыншықты бермеген болар еді. Сондықтан осы жағына өте сақ болу керек. Неге біз қайта тәуелсіздіктің алғашы керінде қандай керемет дөңгелек үстелдер тіл туралы, тәрбие туралы, тарих туралы әңгімелер сонда өткізетін, қазір ондай жоқ. Өңкей бір жын шайтан бір нәрсе кешке шейін не әндетеді, не кешке шейін мынандай бір келеңсіздіктерді көрсетеді. Адам өзің қарауға қорқасың, бала тұрмақ. Міне бала сондай, ол бала сізде үлкен кісідей сезінбейді. Бала әне жердегі көргенін ертең келіп мынаған жасайды. Сонан кейін өзінің баласына өзі жөнді тәрбие бермейді. Не деген сұмдық, қазір көшеге шықсаң, қыздарымыздың бәрі темекі тартып жатыр. О заманда бұл заман қазақ сондай болып беді жан. Міне сондықтан қызды етіп тәрбиелеуіміз керек. Ұлтқа ұлға ұл етіп тәрбиелеуіміз керек. Марқұм менің Тұтқабай Иманбеков деген ағайым айтатын, қазақ қызын арға, ұлын нарға балаған. Неге сол арлы қыз тәрбиелемейміз біз? Неге нар етіп ұлымызды тәрбиелейміз? Мына еліңді, жеріңді қорғайтын, мені ертең бағатын сенсің неге демейді? Қазақ айтады, ұл қызыңа әдеп үйрет, тәлім тәрбие бер, білім бер, сонда ғана өмір оған күлімдер. Өзінің заманына сай болу үшін сіз өту ата-бабаңыздан келе жатқан әдет ғұрып салтыңызды үйретіңіз. Сонан кейін бүгінгі менен жақсылап тұрып, тәрбие беріңіз, білім беріңіз. Білім әлемдік болсын, тәрбие бірақ ұлттық болсын. Ұлттың бойындағы қасиетті неге? Менің ауылмен далада, ауылда өстім. Оңтүстік Қазақстанның келіні, мына қыз балалар өмірі ағырымы салмайтын. Ұрпағын тентіретпеген еш уақытта, далаға тастамаған. Әр қайсымызда бір жұдырықтай жүрек бар. Ол жүректің нұрының шашуы бірдей болмай тұр. Ал сондықтан да сіздің адам болып келгеннен кейін таза жүрегіңіз бен нұрыңыздың төңірегіне бірдей шашу керек. Міне солдан заманды да даттамаймын, адамды даттамайды. Көбісі өзімізге байланысты. Бұлттан төмен болған менен өз басым бәрінен жоғары санайым. Өйткені менің көзімді ашқанда, көргенімде қазақтан, оқығанымда қазақ, тәрбиені де, білімнен де, ақ сүтіменен ауыздан басамда, бірақ адами асыл қасиетіменен ауыздандым. Сол үшін сенен кейін қазақтың мейірімділігі, қазақтың қайырымдылығы, қазақтың көпшілдігі, қазақтың қонақ жайлығы, қазақ ешкімді жатсынбайтындығы кімде бар, айтыңыздаршы. Оның барлығы мен салыстырмалы түрде айтам. Қазақстанның топырағына 44 жыл біздерді қаншама ұлттың өкілдерін алып келіп тоғытты. Тіпті 53 жылға шейін тың деді, анау деді, мынау деді, түрмедегінде әкелді. Мен де алғашқы кездегі соғыс кезіндегі өнерлі адамдардың, ғалымдардың келгені бізге ептеп пайдасы болды. Ал одан кейінгі тоғытып әкелгенде де қазақ оны жатсынған жоқ. Баршаның баласын бауырына басты, өзінің қамқорлығын жасады.
қанаттыға қанат бітірді, кеудесінде нан пісіртпеді, өзінің жартысын жарып бүтінін бел. Сондықтан мен айтам, қазақтың дархандығы даласынан дарыған, тектілікке бабасынан жарған. Тектілігі бар қазақтың. Тектіліктен сол ажырап бара жатырмыз қазір. Мені ашындыратында міне содан. Міне қазақтың ешкіммен салыстыра алмаймын. Сол салыстырып айтқанымда, егер осыншама ұлтты өзге бір республикаға апарып тоғытқанда, бұндай сейсіп, бұндай адам болып кетпеген болар еді. Яғни, міне сондықтан қазақтың өзгеден ерекшелігі осында. Сонан кейін қазақтың тапқырлығы, қазақтың алғырлығы, қазақтың сөзге шешендігі, сөзге тоқтайтындығы, қазақтың әзіл қойлығы, қазақтың ешкімді жасынбайтын, енді қайсы бірін айтайын, көкейімде көп нәрсе бар. Шын осы тұрғыдан келгенде мен сол қазақты үлкен әріппен жазылатын шын мәніндегі ұлы деген адам болады. Адалдық. Рахмет. Адалдық керек. Ең негізі адалдық керек, тазалық керек, ашықтық керек, жасырын дүние болмау керек. Көп сөйлеймін өстіп. Рахмет сізге. Аман жүріңіз. Амандық болайық. Арнамызға жазылыңыз, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, әлеуметтік желілерде репост жасаңыз.